Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен Каспий магазинге қалай товар салу керектігімен бөлісетін боламын. Ең алдымен магазинге кіреміз. Мұнда добавить первый товар деп тұр, соны басамыз. Мына жерге товардың атын жазамыз. Мысалы, развивающие игрушки деген таңдасақ. Міне, развивающие игрушки деп приложенияның өзі бірнеше түрін шығарып берді. Осының ішінен біреуін таңдап алайық. Қараңыздар, бірінші мама и малыш деген товар шықты. Егер сіздерде дәл осы товар қолдарыңызда болып, осыны салғыларыңыз келсе, жай ғана выбрать деген кнопканы басасыздар. Жалпы осылай қарап шығып, кез келген товардың үстінен бассаңыз болады. Мінекей, выбрать деген кнопканы басамыз. Қараңыздар, посмотреть товар на Каспий KZ деп тұр, және астында цена деп тұр. Яғни сіздің қоятын товарға бағаңыз. Бұл жерде осы товардың ең арзан бағасы 1384 теңге деп көрсетіліп тұр. Егер сіздер товарларыңыздың бағасын шығарған болсаңыздар, 1383 деп жазсаңыздар да, сіздердің товарларыңыз жоғарыға шығып тұрады. Себебі 1 теңге болса да арзан жазып тұрсыз. Товарыңыздың бағасын жазып болғаннан кейін астында артикул деп тұр. Изменить дегенді басып, әріптер мен сандардан тұратын кез келген комбинацияны жазып қоясыздар. Добавить товар дейсіз, в течение часа товар будет выставлен на продажу деп жазылып тұр. Добавить еще один товар деп келесі товарыңыз салсаңыз болады, немесе перейти товары деп өтіп кетсеңіздер болады. Енді жоғары жаққа қарасаңыздар, снято с продажи деп тұр. Сіз товар салғаннан кейін модератор 1-3 жұмыс күн аралығында продажаға шығаратын болады. Егер товарыңыз продажаға шығатын болса, в продаже деген жерде көрсетілетін болады. Сіз ол жерде товардың бағасын жаза аласыз өзгертіп, немесе снять с продажи деп продажадан алып тастай аласыз. Енді сіздерге товар салудың екінші жолын көрсетемін. Ол Каспий магазинде жоқ товарды салу. Ол үшін добавить новый товар дегенді басасыз. Мысалы, коляска деп жазайық. Мінекей, коляскалардың неше түрлері шықты. Өзіңіздің товарыңызға келетін түрін таңдайсыз. Мысалы, коляска трансформер дегенді алайық. Енді жоғары жағына қарасаңыздар, не нашли ваш товар, добавьте сами деп тұр. Сол кнопканы басасыздар. Бұл жерде товардың информациясын, описаниясын, суретін қоясыз. Өзіңіздің товарыңызды қосып, жаңадан карточка жасайсыз. Сонда мына жерде тұрған данылардың барлығын өзіңіз толтырып шығу керек боласыз. Мысалы, бірге толтырып көрейік. Категориясын таңдаймыз, коляски. Артикулды өзгертеміз. Бұл жерге жаңа айтып кеткенімдей әртүрлі сандар мен әріптерден тұратын комбинацияны жазсаңыз болады. Келесі бағасын жазамыз. Брендтің атын жазсаңыздар да болады, жазбасаңыздар да болады. Продолжить батырмасын басамыз. Мына жерде біз коляскамыздың основной характеристикасын толтырамыз. Мысалы, тип дегенді басамыз. Бұл жерде мынадай список шығады. Өзіміздің коляскамызға келетін түрін таңдаймыз. Применить кнопкасын басамыз. Максимальный возраст. Мысалы, 3 года дегенді таңдайық. Применить. Количество основных блоков деп тұр. Мысалы, для одного ребенка. Применить. Дәл осылай мына списоктың барлығын толтырып шығамыз. Толтырып біткеннен кейін ең астында продолжить деген батырманы басамыз. Енді біз мына жерге товардың суретін салуымыз керек. Сурет салмастан бұрын суретке қойылатын требованиялардың барлығын оқып танысып шығамыз. Мұнда суреттің қалай салыну керектігі жайында жазылған технические характеристики фотографии дейді. Яғни суреттің форматы, размері, осы сияқты барлық мәліметтер көрсетілген, солардың барлығымен мұқият оқып танысып шығамыз. Негізінде сурет желательно мынадай ақ фонда болуы керек. Мұнда не подходящий деп қандай түрде түсіріліп салынбау керектігі жайында көрсетілген. Осының барлығын оқып мұқият танысып шығамыз. Содан кейін сурет салуды бастаймыз. Мына жерде выбор файлов дегенді таңдап, галереядағы суреттерді қоямыз.
Тағы да айта кететін бір жайт бар. Егер сіздің товарыңыздың YouTube'да видеосы болатын болса, соның ссылкасын алып, мына жерге қоя салсаңыз болады. Клиенттерге сіздің товарыңыздың суретімен бірге ең соңында видеосы осы арқылы көрсетілетін болады. Сосын предпросмотр деген кнопканы басып, товарымыздың Каспи магазинде қалай көрінетінін байқасақ болады. Барлығын тексеріп алғаннан кейін добавить товар деген кнопканы басып, товарымызды Каспи магазинге продажаға шығарамыз. Сосын оны модератор 1-3 жұмыс күні аралығында тексереді. Продажаға шыққаннан кейін в продаже деген жерде көрінетін болады. Мысалы, мұнда жаңағы товарымыз уже продажаға шығып тұр. Жанындағы 3 нүктені басатын болсақ, редактировать цену және снять с продажи деген бар. Мұнда сіздер бағасын өзгертсеңіздер болады, немесе мүлдем продажадан алып тастасаңыздар болады. Мінекей, Каспи магазинге товарды осында 2 әдіспен салуға болады. Енді мен сіздермен товардың бағасын қалай дұрыс шығарып, минусқа кетпеу жайында келесі видеода бөлісетін боламын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Алда сіздермен осындай пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.